Былайда негізі мен түсінгенім бойынша бұл кісі қасына үшінші адам или төртінші адам жүргенін қаламайды да. Телефонды бүйтіп қоятын нені бәрін өзі алып сөйтіп. Негізі кездестіруді жексенбі күні, жексенбі бардық па біз? Суббота, сенбі күні біз обязательно барамыз, ешқандай план құрма деп таң атпастан мені ұйқыдан оятып тұрып алып кеткен кісі осы кісі. Жалпы күшті болды негізінде. Бұл кісіде бірінші негізі былай ғой Балауса ханым, жалпы көп жерде бірінші рет бәрін көру осы кісімен бұйырып жатыр екен. Біздің ненде елкалар мен өзім көрмегенмін, осы кісі келіп осымен бірге көрдік. Жалпы сноуборд вообще теуіп көрмегенмін, осы қысымен бірге. Негізі көп жерді осы кісімен бір болып қалған кезде кішкене енді серьезный болатын жерде ұнайды, ешкім жоқ кезде өзімізден өзіміз бала ұқсап ойнайтын жерімізде ұнайды. Бәрі этаппен бүйтіп ақырындап келеді. Өте керемет солсыздар. Бекзат туған күні құтты болсын маған. Айдан жақынырақ танып жатырмын. Өте прям этаппен кетіп жатырмыз қазір. Ұнайтын дүниелері, ұнамайтын дүниелері. Айдан тарапын жақсы. Былай айтқанда, осы жерде айтсам, мен жездем бар. Жалпы жездем үлкен рахмет айтқым келеді, потому что барынша қолдап, ата-анама ақылдарын айтып отыр. Ешқандай туысқан достардың аралығында қарсылық жоқ. Қара түсті өте қатты жақсы көреді бұл кісі. Тамақтардан жемейтін тамағы. Қамыр жемейді. Лук, пияз вообще. Пловтың сәбізін алып тастап жейді екен еще. Жақсы көреді тамақтары. Картофель мен мясо. Картоп пен ет қосылған. Өте жақсы көреді. Тамақты бүйтіп бір жерге барып тамақ заказ берген кезде мен таңдап отырам да, таңдаған тамағымның өзіндегі ішіндегі нәрселерін де бүйтіп ақтарып отыратын адаммын да. Соған қарап уже біліп алған ғой бұл кісі ше. Ал бұл кісі мен білуімше тамақ мүлдем таңдамайды екен. Берген асқа рахмет деп жейді. Капризный, өте капризный деп айтсам да болады. Болсында бір Аидадан мен андай бір Портунаның жағдайын байқадым да, өйткені бір азанға уақытта бір Инстаграмға кіріп қалсам, заметкасына мандарин хочу деп жазып қойған екен да. И сол нәрсені қазір әкеп беріп тұр да. Бірақ бұл қыз бір жақсысы андай намекпен Балауса ханым. Оны кеше жазғанмын ғой. Кеше просто андай менің өзімнің подругам сырт жақта жазып қойған ғой. Я хочу букет с мандарином. Мен тұрдым да и я хочу деп жазып қойған ғой. Бұл ол кісіні мен түсінгенім сол да. Бірден намекті түсінеді екен, айтқызбай, андай мен енді сұрап алып жатқан жоқпын да, сен маған әкеп бер, сен неге маған сыйлық бермейсің демеймін. Енді алдында енді көрдің ғой, мысалы жаңа Расулмен бір жаңа тәтті беріп сондай нәрселер болды. Одан кейін шыққаннан кейін сол бір екеуінің араларында әңгіме болды ма? Енді одан кейін де екеуі бірге отырып сөйлесіп қалған моменттер болды. Сол жайлы бір әңгіме болды ма араларында сыртта? Осы жерде айтқым келеді, Расул, екеуіңіз доссыздар, кешірім сұрады, доссыздар. Бірақ ара қашықтық деген дүние бар. Дос болған дұрыс ол. Және де кешірім сұраймын, Расул. Жасмин, сізден де кешірім сұраймын алдын ала. Бірақтан, қалай айтсам екен, өткенгі эфирді қайтқан болатынсыз. Бірақтан біз кездескен күніміз, сіз қоқыстың қолынан ұстап бараттыңыз ба, қалай болды? Ол кезде қоқыс екенін білмегем ғой. Сол ол бір санасыз адамның аузынан шыққан сөздерді осы жерде талқыламай қояйықшы. Ол нәрсе мен осы эфирде болған жағдайдың бәрін бірден шыға салып, осы кісімен сөйлесіп, осы кісіге барынша түсіндіремін. Қалай болған, қалай бар, соның бәрін айтам. Бұл кісі де андай бетіп, давить етіп, неге, не үшін деген ондай сұрақтар мүлдем жоқ. Хорошо, түсіндім. Керек болса, жігітше өзім Расулдан бәрін сұрап, мәселесіне мүлдем араласпайды. Мен жақты ғана тыңдайды, және екінші жақты да тыңдауға тырысады. Сондай түсінігі мол кісі. Тым келеді, сіз енді кім кепіл, что сіздің берген мандариндарыңыз мусоркада жатпайды деген. Алдыңғы сізді сыйламай гүлді лақтыра салған еді ғой мусоркаға ше. Саналы туралы айтып жатсың ғой сен. Санаң қыз бар болсаң сен ше, мына жақта таңсықта отқан еркектің бетінен сүймейтін еді. Гүлдің жаңа қоқыста жатқанына мен өзім апарып тастаған ешқандай дәлел жоқ ол жерде. Мен ол нәрсені бұл кісіге түсіндіріп айтып қойғанмын. Сол күні ұмытып кеткен күні бірден айтып қойдым. Ренжімеші, мен даже кешірім де сұрадым. Кешірші, мен сен гүліңді ұмытып кетіппін деп. Енді гүлді ұмытып кетіпсің, Расулдың сағатын ұмытпай тағып жүрсің ғой енді күнде. Керді мақтағым келіп тұр. Ол ақиқат, сүйгені барлығы қате болғаны ақиқат. Бірақ дегенмен ол былай миымен түсініп тұр да ол нәрсені. Бірақ ешқандай жаман ойға берілмей, өзінің действиясын соңына дейін жеткізуге тырысып жатқан жігіт. Әрекет деген ер азаматтар осындай болады. Еш азаматтар обычно өздерінің дегендеріне жетеді. И Аиданың да бір көңілі жібермеу керексің деп. Және де
Айсұлудың да негізі реніші орынды ма деп ойлаймын. Аида, сенің де тарапынан бұл қыз келгенде енді ауыр сөздер айттың. Бұл қыз кейде біз ойланбастан сөйлеп қоямыз, бірақ артынан сенің қарым-қатынасына қандай болып жоқ, сен өзің осындайсың деп. Бұл жай ғана еркелігін екен біз түсініп тұрмыз, бірақ дегенмен осылайынан енді сен маған ауыр істедің ба, мен де саған ауыр істедім деген сияқты. Қазір енді жаңа жылдың қарсаны, мен ойымша енді сендерге бір күшті мүмкіндік сияқты, артық кеткен жерлеріне бір кешірім сұрап кішіре салғанға. Маған біреуден кешірім сұрай салу ол қиын нәрсе емес. Мен оны кісінің алдында сүмірейіп бүйтіп нетіп қалған сияқты өзімді олай сезінбеймін. Маған ол нәрсе оңай да. Дай деп жатыр. Бірақ та Жанболат, мен саған айтқым келіп тұр да, қыздарға мысы жоқ жігіттер ұнамайды. Сен қазір мына жерде Аида не айтса да я деп келісіп отырсың да, ол нәрсе өте дұрыс. Сен сөйлеме, сен бүйтпе деп отырған дұрыс емес қой. Ол нәрсені ол көзбен түсіндіреді, жай ғана ашуланбашы, лайық шеше саламыз деп солаймен ол басады. Сен ойынша жалпы жігіт деген қандай болу керек? Айтқан әңгімесі болатын. Енді бізді отырып қалдық осы орында. Айтқан тұғын Зарина, Айсұлу және Фортуна подарканы өте жақсы көретін қыздар бір қатарға жиналып алыпты ғой деп қарқылдап күлген болады. Подарканы жақсы көретін қыздар үшеуі қатар отырып қалыпты ғой деп айттым болды. Бүгінде не айтасыз? Қатар отырыпты бір не Мен бағана соны айтқам. Осыған байланысты айтқаныңыз ба? Осыған байланысты айтқам. Қай жерде отырсыз? Мен Адылдың қасында отырмын. Сізде сәл бұл қыздардың сыпайы тұрсыз ау? Неге ол айттыңыз? Енді заметкеге жазып қойсаңыз, сізде